Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі, есімім Төлендиева Алма Құмарбекқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы форма құру, 10 сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналған. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты деректерді енгізуге арналған формалар жасау. Бүгінгі сабағымыздағы меңгерілетін білім реляциялық деректер базасында форма құрудың маңызы, берілген өрістер бойынша деректерді енгізу формаларын жасап шығу екен. Біз өткен сабағымызда деректер базасында бір және бірнеше кестелер құруды және кестелер арасындағы байланыстар туралы қарастырғанбыз. Олардағы кілттік өрістер маңызды рөл атқаратынын айтқан болатынбыз. Енді қарап отырсаңыздар, балалар, мына жерде әртүрлі мамандық иелері берілген. Қазіргі кезде барлық салада, барлық мамандықтар компьютерлерді қолданылады. Егер дәрігердің алдына барсаңыздар, олар емделушінің, алдына келген емделушінің мәліметтерін өз базаларына енгізеді. Сол сияқты халыққа қызмет көрсету орталығына барсаңыздар, қандай да бір анықтама алу үшін, ол жерде де сендердің мәліметтеріңді бір базаға енгізеді. Қарапайым 11-ші сыныпты аяқтайтын оқушылардың ОБТ тапсыру мәліметтерінде белгілі бір таңдау пәндері болсын, басқа немесе әрбір пән бойынша алған балдарын көрсететін сертификаттарды автоматты түрде шығару үшін олардың мәліметтер базасына енгізіп, ең соңғы анықтамаларын алады. Ол анықтамалар алу туралы біз келесі сабағымызда қарастыратын боламыз. Бүгін енді сол анықтамаларды құруға арналған формалар жасауды қарастырады екенбіз. Әдетте әртүрлі салада программистер ғана жұмыс жасамайды, әртүрлі саланың, мысалға, емханада дәрігерлер және басқа салаларда өз саласының мамандары жұмыс жасайды. Олардың барлығы компьютер қолданады. Олар өз мәліметтерін енгізу үшін мәліметтер қорын басқару жүйелерін кесте құрудан гөрі дайын формалармен жұмыс істеу оларға ыңғайлы болады. Өйткені олардың программалаудан хабары жоқ болуы мүмкін, немесе программалаудан терең білімдері жоқ болуы мүмкін. Сол себепті біз дайын формаларды құрастыруды үйренеді екенбіз. Формалар құрастыру үшін мәліметтер қорында арнайы өз құралдар болады. Мысалға, Access мәліметтер қорында форма құру үшін алдымен создание менюна барып, сол жердегі мастер форм яғни форма құру шеберін пайдаланады екенбіз. Біз бүгін практикалық тапсырма ретінде мынау тапсырманы орындап көрейік. Бізге мынандай кесте мәліметтер қорын толтыру берілген болсын. Оқушылардың таңдау пәндеріне байланысты деректер базасын толтыру формасын құруды қарастырайық. Яғни біз тек қана конструктор режимінде өріс құрып және оны мәліметтермен толтырып қоймай, қолданушы берілген өріс бойынша автоматты түрде өз мәліметтерін толтыра алатын форма құруды қарастырамыз. Ол үшін Access бағдарламасын ашайық. Жаңа бет ашылады. Біз мұнда конструктор режиммен өз кестемізді құрамыз. Кестеге біз таңдау пән деген ат берейік. Яғни алдымен бізде кесте құрылып сақталуы тиіс. Біз өткен сабақта қарастырғанымыздай, кесте құрған кезде алдымен өріс құрудан бастаймыз. Бізде мына жерде өріс құру жолы беріледі. Керекті өрістерімізді толтырамыз. Сосын әрбір өрісіміздің типін беруге міндеттіміз. Мына жерде типтерін енгізеді екенбіз. Қалай орындалатынын қазір қарастырайық. Біздің бірінші өрісіміз код және ол счетчик түрінде типі қалады. Бірінші, екінші деп ол санауыш болады екен. Екінші кестедегі берілген өріс бізде оқушылардың аты жөні. Оқушылардың аты жөні туралы
енгізілетін мәліметтер. Бұның типі қысқаша мәтіндік тип болып қалады. Екінші, бізде оқушылардың туған жылдары енгізіледі. Келесі өріске оқушылардың туған жылдарын енгізу бізде мәтіндік емес, дата және время дейді. Дата және уақыт типінде беріледі. Келесі бізде мекен жайлары. Мекен жайы қысқаша мәтіндік типте қалады. Олардың сыныбы туралы мәлімет берейік. Сыныбы туралы мәлімет бізде мәтіндік емес, сандық мәліметтер болады. Сыныпқа сан енгіземіз. Келесі бізде таңдау пәндері берілсін. Әдетте таңдау пәндері мысалға бірінші таңдау пәні мәтін түрінде жазылады, және екінші таңдау пәндері берілсін. Бұларында типі қысқа мәтіндік тип болады. Міне біз өрісімізді атауын жазып, олардың типтерін жазып, кестелік түрге келтіреміз. Сақтағаннан кейін бізде міне өріс пайда болды. Біз енді астына осыларды жазбалармен толтыруымызға болады. Бірақ біз жазбаларды форма түрінде толтыруды қарастырайық. Бағана айтып өткенімізде создание менюіне келеміз. Осы жерде мастер формды таңдайды екенбіз. Пайда болған сұхбат терезесінде бізде бірінші кестеміздің аты беріледі, таңдау пән деген. Екінші, бізде құрылған өрістердің аты берілген. Келесі біз формаға енгізілетін өрістерді мына жаққа ауыстыруымызға болады. Мысалға біз код енгізілсін дейік. Әрқайсысын біз бір-бірлеп енгізуімізге, немесе мына батырманы басу арқылы тұтас енгізуімізге болады. Бізге қажет емес өрістерді сол сияқты алып тастауымызға да болады екен. Қазір біз барлық өрістерді енгізейік. Одан кейін далее батырмасын бассақ, бізде форманың түрін таңдау беріледі екен. В один столбец, ленточный, табличный дейді. Одан кейін выравниванный деген түрлерін қарастыруға болады екен. Біз бірінші түрін қарастырайық. Далее батырмасын басамыз. Және осы форманы мәліметтерді енгізу және көру үшін ашу дейміз. Готово деген басамыз. Бізде мынандай дайын форма пайда болды. Яғни бірінші код өзі санауыш автоматты түрде рет номерін қояды. Екінші формаға біз енді дайын ашылған формаға мына жерде сұрап тұрған өріс атаулары бойынша мәліметтерді енгізеді екенбіз. Оқушылардың аты жөні деген жерге біз мысалға Айдосов А деген атауды енгізейік. Туған жылдарына бізде календар арқылы толтыруға болады, немесе қолмен дата түрінде жазуға да болады. Мекен жайы, мысалға Алматы қаласы, сыныбы 11 дейік. Таңдау пәні бірінші, мысалға таңдаған химия, екінші таңдау пәнін биология деп. Осылайша енді төменгі жағынан назар салсаңыздар, мына жерде бірден бір деп шығып тұрады. Осы жерде келесі жазбаны толтыру үшін келесі екінші дегенді басып, келесі оқушының мәліметін толтыруға болады. Сол сияқты бізге неше жазба керек, мынаны толтырып болғаннан кейін бассақ, үшіншісін толтыра беруге болады екен. Осыны орындап болғаннан кейін біз таңдау пән кестемізге барады екенбіз. Кестемізді жаңартуды орындап жүрейік. Обновить. Міне бізде кестенің бірінші жазбасы пайда болды. Жаңағы енгізілген Айдосов А, туған жылы Алматы және таңдау пәндері бойынша берілді. Енді осы бізде мына жерде міне кестенің атауы тұр, мына жерде құрған формамыз тұр. Осы формаға барып, біз басқа да өзгерту жұмыстарын енгізуімізге болады.
не формада келесі жазбаны енгізсе, бізде обновить еткеннен кейін кестемізде екінші жазба пайда болады. Осы практикалық жұмысты өздеріңіз жасап көріңіздер. Сіздерге тапсырма, бізде мынандай кесте берілген, оқушылардың оқу құралдарының деректер базасын жасап, оны формаға ауыстырыңдар дейді. Сіздер өздеріңіздің оқулықтарыңызды, 5-6 оқулығыңызды алып, осы кестеге оқулықтардың мәліметтерін енгізіп, соны форма түрінде толтыруды орындап жасап көріңіздер. Кері байланыс. Білемін, осы сабаққа дейінгі білген мәліметтеріңізді, және бүгінгі сабақта үйренген, білген мәліметтеріңізді, және болашақта білгілеріңіз келетін ақпараттар туралы жазуларыңызға болады. Назар қойғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.